Мына Ақшұқыр елді мекенінің тұрғындары шағымданған. Ақшұқырдағы орналасқан 8 құдық жер асты су шығаратын құдықтар бойынша ол 2012 жылы іске қосылған. Үкіметтің қаржысы 300 миллионға жақын қаржы бөлінген. 8 құдық, ұңғы құдықтар салынып, мына отыратын орталыққа су қоймасы жинайтын су қоймасы салынған. Соған 300 миллион қаржы бөлініп іске қосылған. Алайда біраз уақыттардан кейін жасамай қалды деген. Енді қазіргі кезде соңғы кездерде тағы да соны су тұтатын 150 миллион қаржыға су тұтатын қондырғы орнатылды деген. Алайда бүгінгі таңда ол ешқандай бірде-бір су беріп тұрған жоқ. Енді қазір мемлекеттік сатып алу порталын тексерген кезінде соңғы 23 жылы, өткен жылы 12 миллионға 6 жер астынан су тартатын насостар сатып алынған. Алайда бүгін біз тексеріп шықтық. Барлық 8 құдықтың бәрін тексеріп шықтық. 8 құдықтың жетеуінде ешқандай насос ештеңе жоқ. Құбырлардан алып кеткен. Енді халықтың айтуы бойынша соңғы кездерде тіпті ешқандай су шығып жатқан жоқ дейді. Енді жаңағы әкімнің өзінің халықпен кездескен кезінде берген ақпараты бар. Әкімнің ақпараты бойынша жаңағы судың қазір сараптама бойынша жарамсыз деп айтып тұр. Бірақ алайда біз тексеріп шықтық. Егер де құдықтарда су жарамсыз болса, сол құдықтың қасында бір 15-20 метр жерде орналасқан жекеменшік үйлерде жер асты суын алып сатып отыр. Негізі халықтың айтуы бойынша мұндағы су ішуге жарамды су. Кәдімгі мына таза қолдануға пайдалы судың соған жақын су сапасы сондай деп тұр. Енді мен осы жаңа насостар бойынша 12 миллионға алған насостардың қайда қолданғаны туралы сұранысқа жібердім. Түпқараған аудандық тұрғын үй коммуналдық мекемесіне. Енді қазір бір айға жақындап қалды. Енді мына ақпан-сәуірдің 5-іне дейін береміз деп созып келе жатыр. Соның жауабы бәрін алынса, тиісті құжаттардың бәрін жинақтап, тиісті құзыретті органдарға материалдар жолдауымыз керек. Бұл жерде тексеріс жүргізу керек. Нақты. Сыбайлас жемқорлық тәуекелдер орын алуы мүмкін, ықтимал. Себебі жаңа айтып тұрғандар, ана бардық, барлығы жабылып, жөнінде тұр. 150 миллион ақша бөлінген су тұтатын қондырғыға, оның алдында 300 миллионға бөлінген, насостардың бәрі жоқ. Енді мысалға қарасаң, былай қарағанда жалпы есептен 450 миллиондай ақша мемлекеттің жерге ұшқандай болып тұр. Бірде-бір су шығып жатқан жоқ. Енді антикорға жолдаймыз. Мен антикорға жолдаймыз деп шешім қабылдайын деп тұрмыз, антикорға жолдауға. Ар жағында енді барлығын аудит тағайындайды ғой, құзыретті органдар. Халықтың мұң-мұқтажы заңды. Себебі міне қазір сәуір айы болып қалды, сәуір айында тұрмыз. Ертең мысалға бір айдан кейін осы Ақшұқыр елді мекенінде су тапшылығы пайда болады. Өткен жылда осы айқай судың тапшылығы. Себебі елді мекен қазір өсті, халықтың саны көп. Су мәселесі өзіңіз білесіз, тек қана Түпқараған Ақшұқыр ауылында емес, бүкіл Маңғыстау облысында су мәселесі өзекті мәселе болып тұр.